Сәлем, мен сізге дәл қазір ақшамен блоктарыңызды жеңуге, ақша потогыңызды ашуға арналған мықты техникамен бөлісетін боламын. Дәл қазір каналыма подписаться етіп алыңыз. Мен Ая Жібек, международный коуч-ментор боламын. Дәл қазір практикамызды қалай өтеміз, не істеуге болады, сіз қалай жасау керексіз, барлығын түсіндіріп өтемін. Ендеше кеттік. Бұл практиканы кез келген ситуацияңызға жасасаңыз болады. Өкпе, реніш, қорқыныш, ақша. Бірақ біз дәл қазір неге сіз көп табыс таппай жүрсіз? Неге бір қарыздан екінші қарызға кіріп кете бересіз? Неге табысыңыз артпайсыз? Именно ақшаға қатысты сіздің блогыңызды анықтайтын боламыз. Ендеше дәл қазір сіз 15 минут тыныш уақыт өзіңіз үшін табуыңыз керексіз, және де өте комфортна жерде болуыңыз қажет. Айналаңызда шум болса, жүріп келе жатсаңыз, жұмыста, автобуста болсаңыз, бұл видеоны тоқтатып қойып, міндетті түрде кейін үйіңізге барғанда жасаңыз. Ендеше дәл қазір дәптеріңізді алып алыңыз, ручкаңызды алып алыңыз, мүмкін жазғыңыз келеді, бір стакан суыңызды қазір тез барып видеоны тоқтатып қойып алып келіп алыңыз, және бір комнатада өзіңіз ғана отырып, өзіңізге комфортный жағдайды создавать етіңіз. Сізге өте ыңғайлы болуы керек. Дәл қазір жайғасыңыз. Ең бастысы маған сеніңіз. Өзіңіздің ақшаға деген блогыңызды қазір алдағы уақытта анықтайсыз. Дәл қазір отырыңыз, денеңізді бос ұстап, сүйкеніп отырасыз ба, басыңызды бір нәрсеге былай қойғыңыз келіп тұр ма? Өзіңіз білесіз, ең бастысы сізге ыңғайлы болуы керек. Ыңғайланып алсаңыз, дәл қазір көзіңізді жұмыңыз, міндетті түрде көзіңіз жұмық болуы керек. И дәл қазір кіндігіңізден немесе кіндігіңізден төмен жақтан терең тыныс алыңыз. Дәл осылай шығарып тастаңыз. Терең тыныс алыңыз. Көзіңізді ашпаңыз, маған сеніңіз. Тағы да терең тыныс алыңыз. Ауаны шығарып тастаңыз. Прям барлық денеңіз босаңсып жатқанын сезінуіңіз керексіз. Тағы да терең тыныс алыңыз. Ауаны шығарып тастаңыз. Дәл қазіргі таңда мен сізге сұрақ қоямын. Бұл техника өте мықты жұмыс жасау үшін, сізге пайдалы болу үшін ұзақ ойланбайсыз. Ең бірінші миыңызға қандай ответ келеді, сол нәрсені бірден дауыстап шығарып айтуға тырысыңыз. Себебі сізді қазір бәрібір ешкім естіп отырған жоқ, Ендеше дәл қазір сізге сұрақ. Ақшаға қатысты проблема, блок, қорқыныш, уайым барлығы денеңіздің қай бөлшегінде тұрған сияқты? Басыңыз, жүрегіңіз, ішіңіз, арқаңыз, табаныңыз, тізеңіз, не важно. Именно сіздің қай жеріңізде тұрған сияқты. Сол жерді ұстаңыз, міндетті түрде ұстап сезініңіз. Ұстап сезінген кезінде сізде қандай эмоция болып жатыр? Раздраженность, қайттан уайым басып кетті ма, қорқыныш билеп кетті ма бойыңызда? Соны ұстаңыз. И дәл қазіргі таңда ол нәрсені денеңізден алып, прям жерге шығарып жатырмын деп ойлаңыз. Яғни сізге напротив бетке. Ол затты шығарып алыңыз. Енді сізге сұрақ. Ол зат сізге қандай бейнеде елестеп тұр? Міндетті түрде бейнесі өте маңызды. Бір құбыжық сияқты елестеп тұр ма? Әлде бір қорқынышты ужастик кинодағы бір сондай бір персонаждар сияқты ма? Әлде бір қалың тас сияқты ма? Тау сияқты ма? Қандай болып сізге елестеп тұр? Елестетіңіз. Енді сізге сұрақ. Оның размері қандай? Тез жауап беріңіз, міндетті түрде. Үлкен тау сияқты, өзен сияқты, шексіз, әлде кішкентай, бір уысқа, қолыма сият деген сияқты. Өзіңіз жауап беріңіз. Ары қарай кеттік. Оның ауырлығы қандай? Көтере алмайсыз ба? Әлде жеп жеңіл ма? Қандай екен ол қорқыныш? Оған жауап беріңіз.
ендеше жауап берсеңіз, дальше ол қорқыныш сіздің алдыңызда, ақшаға қатысты блогыңыз сізге напротив отыр. Енді оған сұрақ қойыңыз. Сен қай кезден бастап менің өмірімде пайда болдың? Бұл сұраққа да өте тез жауап беріңіз. Балалық шағыңызда 4-5 жас, садик, мектеп кезінде, студент кезінде, қай кезіңізде ол блог ақшаға қатысты пайда болды, сіздің өміріңізге кірді? Енді сол ситуацияны конкретно есіңізге түсіріңіз. Қай жер ол? Мектеп, мама папаңызбен, подружкаңызбен, күйеуіңізбен, енеңізбен, әлде өзіңіздің жұмысыңызда? Міндетті түрде қай жер, кіммен, сіз қандай киім киіп алғансыз? Бұл ақшамен проблема, блог өміріңізге келгенде, қорқыныш келгенде, ақшаға қатысты. Және де ол ситуация қалай болып жатыр? Сізге қандай эмоция сыйлап жатыр? Сіз жылап жатырсыз, уайымдап жатырсыз, бұл әлем нечестно деп жатырсыз, немесе сол ситуацияны создавать еткен адамға ашуыңыз келіп жатыр, өзіңізге ашуыңыз келіп жатыр. Қандай эмоцияда болып жатырсыз? Барлығын сезініңіз. Енді барлығын сезінсеңіз, дәл сол ақшаға қатысты блогыңызға қарап айтыңыз. Енді айтыңыз, менің ақшаға қатысты қорқыныштарым. Саған алғысым шексіз. Осы уақытқа дейін мені бұрынғыдан да бай болуға, өзімді бағалауға, өзімді бақытты қылуға, жақсы көруге үйрету үшін сен осы ситуациямен менің өміріме келіпсің. Шын жүрегіммен саған алғыс айтқым келеді. Бірақ бұдан былай мен сенімен басқаша өмір сүргім келеді. Дәл осы сәттен бастап сенімен қарым-қатынасымды өзгерткім келеді деп, сол алдыдағы қорқынышыңызды құбыжық сияқты ужасный түрмен, ужасный цветпен тұрған қорқынышыңызды дәл қазір өте әдемі бір бейнеге айналдырыңыз. Сізге приятно болу керек. Түсін, мүмкін аппақ энергияға айналдырасыз ба, гүлге айналдырасыз ба, өзіңіз нені жақсы көресіз, кез келген бір бейнеге айналдырыңыз. Өзіңіз қорықпайтындай, сізге өте приятно болатындай. Сол нәрсеге айналдырып, сол энергияны позитивті форматта алғыс айта отырып, енді бұдан былай мен сені табысты болуға, өзімді бағалауға, бақытты болуға қолданатын боламын. Енді сенімен бірге тек позитивті форматта өмір сүретін боламын деп, сол энергиямен бірге байланысыңыз. Байланысып болып, алдағы уақытта қанша миллион ақша тапқыңыз келеді, және де қалай өмір сүргіңіз келеді, ақшаға қатысты жақсы идея ойларыңызды айтып, мен сенімен бірге тіл табысып өмір сүре алатыныма сенімдімін деп айтыңыз. Бұл ситуацияның барлығын дәл қазіргі таңда шын жүрегіңізбен энергияны сезініп, жіберіп тастаңыз. Дәл қазір көзіңізді ашпас бұрын қайтадан терең тыныс алыңыз, кіндіктен немесе кіндіктен төмен. Ауаны шығарып тастап, көзіңізді ашыңыз. Енді қандай сезімдесіз? Қандай эмоция болды? Қандай жаста проблемаңыз болған екен? Комментарийға міндетті түрде жаза кетіңіз. Және де сізге бір пайдалы болды ма, бір инсайт алдыңыз ба? Көз алдыңызға не елестеді? Барлық ойыңызды жазып кетсеңіз болады. Мен міндетті түрде комментарийді оқып, сіздерге жауап беретін боламын. Ал егер әлі каналға подписаться етпесеңіз, міндетті түрде подписаться етіңіз. Және де бұл видеоны ссылкасын алып, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөліссеңіз болады, ол адамдар да жасасын. Ал енді кейбір адамдар бар араларыңызда, мен айтқан нәрселерге кіре алмаған, көзіне елестете алмаған, ол да нормально. Бұл видеоны тағы да жасасаңыз болады, ашып қарап отырып. Ал егер мүлде қиын болса, көз алдыңызға кез келген чашка, кітап, үйіңізде телевизор тұрма, кілем тұрма, көз алдыңызға елестетіп, жұму қиын болса, көзіңізді ашып ақ, сұрақтарыма жауап бере беріңіз. Ал егер жоқ, мен сенімен лично жұмыс жасағым келеді, сен өзіммен
лично сұрақ қойып отырып ақшаға қатысты сұрақтарыма жауап алғым келеді десеңіз, онда міндетті түрде мен төменде ссылка қойып қойдым, сол номерге хабарласу арқылы біле аласыздар, немесе дәл қазір мына инстаграм парақшама подписаться етіңіз, Ая Жібек деген. Сол жақта мен күн сайын пайдалы ақпараттармен сторисімда, парақшамда бөлісіп отырмын. Ендеше осымен менің сіздерге бөлісетін практикам соңына жетті. Сау болыңыз.